Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Мына қала әкімі Мақажанов депутаттарының хатшысы, маслихат депутаты Балабиев және де мына Сулпактың директоры әңгіме жоқ, беттерің қалың екен. Мына мектептің мына үйдің артында мектеп тұр, 14-ші мектеп. Мен сендерге өткенде адам сияқты келіп айттым. Мына тротуар, оқушылар келеді, тұрғындар келеді. Осы жолды дұрыстаңдар дедім. Бір айдан аса, 2 ай уақыт өтті. Міне оқушылар келеді. Жақсы ма? Жерлестерің үсіп жүргені? Ыңғайлы жүріп атыстар ма, апай? Оқушылар үсіп жүреді. Наңғара индейтіс қаяққа келе жатыр. Тротуар емес па? Бетін жауат, не істеймін сен бетін? Тағы бір индейтіс. Балақайлар, әкімге сәлем дейсіңдер ма? Әкімге сәлем деңдерші. Жарайсыңдар. Мені кішкентай балалар да көреді, Дәурен. Әйтпесе мен сенің кім екеніңді айтатын едім, дәл осы тікелей эфирде бар ғой. Түсініп тұрған шығарсың өзіңнің кім екеніңді. Бәрі де түсініп тұр ғой, қалалықтарға мынандай жол жасап отқан Балабиев сен де біледі ғой кім екеніңді. Мына Сулпактың иесінің де директорінде ұяттарда, арларда, намыстарда жоқ сияқты. Мына адам жүретін тротуар кәдімгі. Мына қақпағын қара, Мақажанов, сен ба темірге өткізіп жүрген? Мына жерден келеді Сулпаққа тұтынушылары, алушылары, ақша түсіріп отқан адамдар. Бұлай алады да тротуарды. Басатта міне. Мына жерде асфальт төсесеңдер, банкрот боласыңдар ма, түсінбедім сендерді. Не мұ? Қалан қағыртас Сейфуллин сөй. Жанболдың айтқанынан жүгірмедік. Айтқанына құлақ ілмедік деп өздеріңе абырой таппайсыңдар. Маған бәрібір, мен шығара берем. Иті де, биті де күліп қарап отырсын. Сұрқиялар сендерге. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Құрметпен дегенде қалалықтарға, өзімнің жерлестеріме құрметпен. Ал сендерге Мақажанов, Балабиев білесіңдер ғой неме екенін.